Ассалаумағалейкум қазақ елі, Қарағандыдан барлығына сәлем. Бүгін әңгімеміз әрине күркетауық балапандары, күркетауық құстары жайлы болмақ. Дайын болсаңыздар, бастаймыз. Кеттік. Ардақты ағайын, видеомызды бастамас бұрын біздің мынау кішігірім күркетауықтарға арналған қорамызға қаралым жасап өтейік. Ең бірінші мінекей алдарыңызда күркетауықтардың су ішетін жері. Мынау эмульсияның 15 килограммдық шелегі күніне осымен 2 рет су ішеді. Яки 20 мен 30 литрдің аралығында. Ары қарай құм және баласт араластырып төгіп қойған орын. Бұл жерден өздеріне керекті микроэлементтерін, қиыршық тастарын теріп жеп жатады. Мінекей біздің күркетауықтарға арналған кормушкаларымыз. Бұлай оңға солға аунап кетпес үшін астың жақтарына ұзыншақ брустан сирақ істеп қойдық. Осы кормушкаға толтырып жем саламыз. Және де мінекей мына кормушкаларға толтырып жем саламыз. Бұл кормушкалардың өзіміз жасағамыз ерекшелігі қандай деген кезде, астындағы науаның үстіне мынандай тақтай шегеледі, 2 жарымдық тақтайдан. Күркетауықтар жем жеген кезде басын көтере қоймайды да жемді сыртына көп шашпайды деген сөз. Және де бұл күркетауықтар қазір қорада ұсталатын болғандықтан асты сиырыс болмас үшін, мынау көріп тұрғаныңыздай түсірсеңіз, астына міндетті түрде 2 күнде 1 рет опилкасын жаңартып шашып қойып отырамыз. Бұл опилка біріншіден жылы болады, екіншіден табан астындағы ылғалдылықты алып тастап отырады. Енді мінекей осыдан шамамен 7 ай бұрын балапан болып жүрген күркетауықтарымыз міне мынандай үлкен серкештей күркетауыққа айналды. Мінекей шамамен салмағы бұл күркетауықтың 10 килограмм. Өте жақсы дамып келе жатыр. Байқасаңыздар. Жалпы осыдан былай қарай ардақты ағайын. Мынау күркетауықтардың шамамен 1 айдан кейін соя бастаймыз. Күркетауықтарымыздың салмағы қанша болды, тірі салмағы қанша, таза салмағы қанша, және қанша ақшаға өтті, қаншасы өтті, сол жайлы видеороликтар жасайтын боламыз. Және де бүгінгі мінекей қарасаңыздар, күркетауықтарымыз ересек жасқа жетіп, еркектері мекендерін басатын жасқа жетті. Сондықтан бүгінгі видеомыздың басты тақырыбын сіздерге айтып өтсем, біздің күркетауықтар жұмыртқа туа бастады ардақты ағайын. Байқамай жүрдік, міне біздің күркетауықтарға арнап жасаған кішкентай ұямыз импровизированный. Ең бірінші, ең алғашқы жұмыртқа. Бұның енді көлемі өте кішкентай. Қарап отырсақ, жұмыртқа өте жақсы дамыған. Сырты қалың. Бұдан бұлай күркетауықтарымыз жұмыртқа туа бастайды. Осы жерден сұрақ, күркетауықтың жұмыртқасын қайда өткізем? Қыс басталды. Ноябрьдің ортасы, қараша айының алда Қарағанды облысы бойынша үлкен аяздар күтіліп тұр. Балапан шығарамыз ба, шығармаймыз ба, шығармасақ жұмыртқаны қайда жібереміз деген сұрақ туындайды. Осы сұрақтарға келесі видеоларда жауап беруге тырысамыз. Енді мынау күркетауықтарымыз тұрған қораның қазіргі температурасы шамамен -2 және 0 градустар аралығында жүреді. Сондықтан асты қатты ылғалданбас үшін, өздеріңіз көргендей, опилка төгіп қойып жүрміз. Жалпы бүгінгі видеомыздың тақырыбының ауқымы осындай. Қазір бұл күркетауықтардың жемі жайлы сәл кішігірім айтып өтетін боламыз. Ардақты ағайын, мынау жалпы күркетауықтардың жемі жайлы сәл кішігірім айтып өтетін болсақ, дәл жаңағы өздеріңіз көргендей водоэмульсионный красканың 15 килограммдық шелегіне толтырып жем береміз. Мінекей мынандай
тазикпен бренді болады. Жемнің құрамы 40% кебек, 40% кебек, қалғаны жарма жем яки сечка. Зерна отходтан кейін қосылатын 10% мясокосная мука мен рыбакосная мука. Бұл туралы айтып өтсем, мінекей мясокосная мука яки 1 килограммы, мясокосная мука мен рыбакосная мука. Бұдан ары қарай ракушка және мил. Ардақтағы ағайын, сіздерге бір кеңес айтып өтсем, мынау теңіздің ракушкасы. Егер өзеннің ракушкасын алатын болсаңыздар, оның құрамында балласт өте көп, сондықтан салмағы ауыр болады. Ал мынау теңіздің ракушкасы одан әрине әлде қайда жеңілдірек. Сондықтан қалталарыңызды тақпасын десеңіздер, теңіздің ракушкасын іздеп алыңыздар. Ал балласт пен құмды енді даладан да тауып, оларға төгіп беруге болады. Және де оларды жеке алсаңыз, балласт пен құм әрине әлде қайда арзанырақ. Енді мінекей біздің Күркетауықтар қорасының кішігірім пеші. Осындай пеш салдық. Қабырға пеш, бер жағы осылай. Ар жағы мысалы 40 градус аяздарда жылы болсын десеңіздер, сәл жылытып қоюға осы қабырға пешті жағып қоямыз. Но біздің жем қоймасы кебек міндетті түрде 4 қаптан кем емес. 2 қап зерна отход, 2 қап жарма жем, сечка. Осы мөлшерден азайтпауға тырысам. Енді бұл жем 35 Күркетауыққа қазір бірнешеуін үйге сойдық, бір-екеуін саттық. Сонымен бізде 35 Күркетауық қалды. Бұл 35 Күркетауыққа 15-20 күндік жем болады. Алда әлі осы Күркетауықтардың жаңа айтып өткеніміздей салмағы туралы, сатылымы жайлы видеолар түсірсек деген ойымыз бар. Бізбен бірге болыңыздар, каналымыздан алыстамаңыздар. Видео ұнаса, ардақты ағайын, лайк басыңыздар, ұнамаса дизлайк басыңыздар. Және де сұрақтарыңыз болса, комментарийде жазыңыздар. Мынау қазақ елі білсін деп, қазақ бауырлар білсін деп түсіріп жатқан видеоларымыздың легі осындай. Тағы да қандай тақырыпта видео көргілеріңіз келеді, жазсаңыздар, түсіруге тырысамыз ардақты ағайын. Білмегеніміз болса, сіздерден сұрай жатармыз. Келесі сәтті видеоларда жүздескенше, қош, сау болыңыздар.